Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі ауызашарға сіздермен өте тез дайын болатын песочный тестодан самса дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен ұнымызды құрғақ ыдысымызға саламыз. Содан соң холодильниктен шыққан салқын болып тұрған сары майымызды алып үккіштен өткіземіз. Және де ұн мен майымызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Қыздар, бізде песочный тесто шығады. Сол үшін де ұнымыз бен майымызды жақсылап осылайынан араластырып, крошки жасап алатын боламыз. Содан соң кішкене ғана дәміне қарай тұз, 2 жұмыртқамызды және де сметананы, содан соң 2 ас қасық салқындап тұрған суымызды құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Басында қамыр бірікпейтін сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ бізде барлығы бірігіп, жұмсақ нәзік қамыр шығады. Басы біріккеннен соң ыңғайлы болу үшін столдың үстіне қойып, илеп алсаңыздар, ең қандырып алсаңыздар болады. Неке қыздар, біздің қамырымыз дайын болды, өте нәзік әрі жұмсақ болып шығады. Пакетке салып, холодильникке 20-30 минутқа қойып қоямыз. Әзірге біз салмасын дайындайтын боламыз. Фаршымызды аламыз және де пиязымызды салып, майдалап турап шығамыз. Пиязды қалауыңызша көп немесе аз қоса берсеңіздер де болады. Және де дәміне қарай кез келген бұрыш, приправа, өзіңізге ұнаған тұзды қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Фаршты көбірек аласыздар. Менде кешегі самсадан қалған фарш болғандықтан мен мына жерде азырақ жасап жатырмын. Бізде 30 шақты самса шығатын болғаннан соң фаршымызды көбірек жасауымыз қажет. Енді біз холодильникте тұрған қамырымызды алып бөліктерге бөліп аламыз. Қыздар, қамырды 33-35 граммнан бөлсеңіздер де болады, немесе кішкентай етіп жасаймын десеңіздер 30 граммнан бөлсеңіздер болады. Егер де 35 граммнан бөлсеңіздер, сіздерде 30 шақты самса шығады. Ал 30 граммнан бөлсеңіздер 35-тей шығып қалуы керек. Осылайша бөліктерге бөліп аламыз. Кішкене басында ұн сеуіп қойсаңыз болады, жабысып икемге келмей жатса. Содан соң осылайынан жайып, арасына фаршымызды салып, өзіңіз қалаған кез келген формада жасасаңыздар да болады. Қазір мен самса тиюдің 1-2 жолын көрсетемін. Алдымен осы тәсілмен жасап көріңіздер. Осылайша қолыңызды қыса отырып, видеода бәрі анық көрсетілген жасасаңыздар, өте әдемі болып тұрады. Столдарыңызда өте әдемі, керемет болып тұрады. Тағы да бір ерекше етіп ұсыну тәсілінің бір жолы, осылайша қамырымызды домалақ етіп жайып, дәл ортасына салмамызды саламыз, және де қамырларымыздың барлық жерін біркелкі етіп, бір-біріне біріктіріп аламыз. Бізде осындай домалақ форма шығады. Барлық 3 тестамызды осылайынан жасап аламыз. Және де соңынан шпажкаға салып, әдемі етіп, осылай ерекше етіп ұсынсаңыздар да болады. Қыздар, самса тиюдің тәсілдері өте көп. Мен сіздерге осындай 1-2 тәсілін көрсетіп шықтым. Видеоларым ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Біздің самсаларымыз дайын болды. Бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Және де қалауыңызша кунжут, мак сеуіп қойсаңыздар да болады. Бетіне жұмыртқамызды жағып, мак кунжуттарды сеуіп болғаннан соң, міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Неке қыздар, біздің самсаларымыз дайын болды. Өте әдемі әрі өте дәмді болып шығады. Біздің самсаларымыз песочный тестодан жасалғандықтан өте тез дайын болады. Қыздар, асыққан кезде міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоларым ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.